Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 1-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас адамның арқауы, дыбыстар мен әріптер деп аталады. Бұл сабақта сен тыңдалған мәтін бойынша өз пікіріңді білдіресің, мәтіндегі негізгі ойды анықтайсың, сөздегі дыбыс түрлерін дауысты дауыссыз ажыратасың. Балалар, ас адамның арқауы дегенді қалай түсінеміз? Адам ағзасы үнемі жұмыс атқарады, көп күш-қуат жұмсайды, сондықтан үнемі тамақтануды талап етеді. Тамақ арқылы адам қуат алады. Осы қуаттың арқасында адам жұмыс істейді, қозғалады, спортпен айналысады. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығы көбінесе қалай тамақтанғанына байланысты. Дұрыс тамақтану дегеніміз бұл аз-аздан әртүрлі тамақтарды қабылдау. Әртүрлі тамақта адам денесіне қажетті дәрумендер болады. Сондықтан адам құрамында дәрумендер көп, пайдалы тағамдарды жеу керек. Балалар, біз өзіміздің сауат ашудағы досымыз Мери мен Әлидің сұхбатына назар аударайық. Мери: Әли, менің таңғы асты ішкім келмейді. Ботқаны тіпті жегім келмейді. Оның орнына тәтті тоқаш пен кәмпит пен шай ішкенді ұнатамын. Әли: Мери, таңғы асты ішпеу дұрыс емес. Мен таңертең анам дайындаған ботқаны үнемі жеймін. Әртүрлі шырын ішуді ұнатамын. Анам маған сабақты жақсы оқу үшін дұрыс тамақтану керектігін айтты. Мери: меніңше дұрыс тамақтану деген өзің қалаған тағамды тойып жеу деп ойлаймын. Ал сендер қалай ойлайсыңдар балалар? Енді балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді оқы. Назира жол бойы бутерброд жеді. Сүт, айран ішті. Ал Әсет әжесі салып берген тамағының бәрін күшігіне берді. Өзі қытырлақ пен кәмпит жеді. Газдалған сусын ішті. Содан соң оның асқазаны ауырды. Қатты ауырғаны соншалық өзін өте әлсіз сезінді. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кейіпкерлері дұрыс тамақтанды ма? Қалай ойлайсыңдар, тамақтан адам денсаулығына зиян келе ме? Тамақ, сусын, кәмпит сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Мысалы, балалар, дыбыстық талдау жасаймыз. Тамақ деген сөзде 5 дыбыс, 5 әріп бар. Тура осылай сусын, кәмпит сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Екінші жаттығу. Суретке қарап, олардың қандай дыбыс шығаратын айтып көріңдер. Үшінші жаттығу. Мәтінді оқы. Айналаңа құлақ түрші. Судың сылдыры, ағаштың шуылы, мәшине пойыздың гүрілі естіледі. Бұл дыбыстардан бөлек адамның сөйлеу арқылы шығарылатын дыбыстар бар. Дыбыстар біздің бір-біріміздің ойымызды түсінуге көмектеседі. Бұлар тіл дыбыстары деп аталады. Адам баласы құлақ арқылы секундына 16-дан 2000 дыбысқа дейін қабылдайды екен. Біз балалар күнде әртүрлі дыбыстарды естиміз. Ағаштардың сыбдырын, құстардың шиқылын, немесе түрлі заттардың дыбыстарын, адамдардың сөйлеуін естиміз. Дыбыстың шығуына өкпе, ауыз қуысы, тіл, тіс және мұрын қатысады екен. Біз дыбысты естиміз және айтамыз. Сол шығарылған дыбыстарды балалар біз әріппен таңбалап жазамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптерімізге 4-ші, 5-ші жаттығуларды жазамыз. Ребусты шешеміз.
Табылған сөзді және дыбыс санын төрткөздерге жазамыз. Жарайсыңдар балалар, іске сәт!